Алтын асық. Баяғыда Дастан деген бала өмір сүріпті. Жасынан кедейліктің тауқыметін тартқан ол бір байға жалданып күнін көріпті. Қыс түссе байдың қорасын тазалап, отынын жарып, суын әкеліп, жаз шықса қойын бағыпты. Бай ол бағып келген қойды күнде санап түгелдеп отырады екен. Бірде кешкілік мал ауылға келген кезде бай әдеттегіше санап шығып, бір қой жоқ екенін айтады. Сөйтіп Дастан дұрыс бақпадың деп ұрсып сабап, оны үйінен қуып жібереді. Барар жер, басар тау жоқ Дастан, қайда барарын білмей, басы ауған жаққа қаңғып келе жатады. Бір кезде алдынан үңгір кездеседі. Үңгірдің түбінен жылтылдаған жарық көрінеді. Ол жарық қараса, жарқырап жатқан асық екен. Бірақ ол жай асық емес, алтын асық боп шығады. Дастан асықты қолына алса, ол адамша тіл қатады. Мен сенің барлық тілегіңді орындаймын, бірақ сен мені ешкімге көрсетпе, және мен туралы ешкімге сөз шығарма. Әйтпесе менің бойымдағы қасиеттің бәрі өшеді, дейді. Сол кезде Дастан, ендеше мен байдың бір қойын жоғалтып алдым, соны тауып берші, дейді. Сонда асық қойды байдың өзі сойып жеп қойғанын, оны ақмақ көріп қуып жібергенін айтады. Дастан оны естіп жылап қоя береді. Сен неге жылап отырсың деп сұрайды асық. Дастан өзінің кедей екенін, ешқашан тойып тамақ ішпегенін, басында баспанасы жоқтығын айтып, мұңын шығарады. Алтын асық қолма-қол үлкен үй тұрғызып, алдынан неше түрлі дәм қояды. Дастан үйге кіріп, жылынып, тамаққа тойып алады. Содан бастап Дастан асықтың арқасында кедейліктен құтылып, бақытты өмір кешіпті.